негізі кейбір адамдар діннен емес, діннен түсінгенімен жүреді. Ол қате болуы мүмкін ғой. Проблема. Және сол діннен түсінгенін адамдарға міндеттейді. Сен де сонымен жүру керексің дейді. Сен сонымен жүрмесең, сен дұрыс емессің, кәпірсің, немесе анаусың. Тұра тұр. Сен қазір дінмен жүріп жатқан жоқсың. Сен діннен бір нәрсе түсіндің, бір таяз түсінігіңмен діннен бірдеме түсініп тұрсың. Соны өзіңе дін жасап тұрсың. Соны енді өзің соны сеніп және біреуге соны міндеттеп тұрсың. Сен де солай түсіну керексің деп. Көрдіңіз ба? Екінші біреу басқаша түсініп тұр діннен. Ол алады да оған тағы сен болай жоқ, сосын пікір. Ол кеңірек түсініп тұр дейсің мысалы. Ол кеңірек, ол да тая түсіну мүмкін. Сосын тағы проблема басталады ортада. Дін мына жақта қалып қояды. Дін бөлек, дін оны айтып тұрған жоқ негізінде. Екеуі діннен бірдеме түсініп алған, соғысып жатыр. Мысалы. Көрдіңіз ба? Сол үшін әр салада маманына жүгіну деген нәрсе бар ғой. Дін маманынан сұрау керек, мына жерде не, осылай ма? Мен қате түсініп тұрған жоқпын ба?